Ардақты ағайын, біз осы митингіге жиналып, елде реформа жасауды талап етіп жатқан кезде, біздің ұйымдастырушылардың осыдан 10 күн бұрын жариялаған митингі жөнінде хабар бүкіл елге тарап жатқан кезде, оның бәрі әлеуметтік желі арқылы бүгін Қазақстанға белгілі болған кезде, мынау сендердің реформаны талап еткен талаптарыңа біздің жауап дегендей, осы соңғы 5-6 күнде бүкіл елде қудалау, репрессия, тінту, қамау, ұстау жалғасып жатыр. Бұл мына халықтың, қоғамның, азаматтық қоғамның талабына биліктен қайтарып отырған жауабы. Сендерге реформа керек екен, міне саған реформа деген жауап бұл. Кеше ғана Астана қаласында тінтулерді қараңыздар. Түнде азаматтық белсенділерді үйіне қамау. Бұның бәрі жауап. Бұл басынғандық, бұл озбырлық. Бұл халықтың мұң-мұқтажына, талап тілегіне мойынсынбау, қампезек саясат бұл. Бізде барлығы тоналды. Біздің азаматтық құқығымыз тоналды. Жердің асты мен үстінде байлық өз алдына тоналды. Жеріміз тоналып жатыр. Енді біздің сайлау құқығымыз тып-типыл тоналды. Қазақстанның 10 миллионға жуық халқы сайлаушылары бұл сайлауда өзінің таңдаған партиясына дауыс бере алмайды. Партия қатарындағы 2 миллионға жуық қана сайлаушы әркім өз партиясына дауыс беретін болса, қалған 10 миллион партияда жоқ халық сайлаудан тыс қалды. Олар сайлана алмайды, сайлауға қатыса алмайды. Өзінің ерік-жігерімен. Бұл да тонау. Азаматтық ерік-жігеріміз тонау. Бұл да озбырлық. Біз елде реформа жасау, толық саяси модернизация жасау талап етеміз. Ал оны неден бастау керек? Мен осынша жағдайлардың бәрін қарап отырып ойласам, реформаны елдегі қауіпсіздік кеңесін толықтай өзгертуден бастауымыз керек. Ол кеңес қолдың астына мына жаңағы қудалап жатқан прокуратураны, полицияны, ұлттық қауіпсіздік комитетін, сотты, салық органдарын, финанс полициясын бәрі қол астына жиып алған. Ол органдар президентке бағынбайды. Ол бөлек мемлекет. Олар ойына келген не істейді? Соны істейді. Реформаны, бостандықты, азаттықты, тәуелсіз тірлікті талап еткен халықты қамайды, қудалайды, ойына келген істейді. Сондықтан ең бірінші кезекте осы қауіпсіздік кеңесін реформалап, ондағы құзыретті толығымен президенттің қолына қайтару керек. Беру емес, қайтару керек. Ол бұрын президенттің қолында болған. Қазір оны Нұрсұлтан Назарбаев алып алды. Ол ел президентіне бағынбайтын тұлға. Онан кейін қалған реформаларды жалғастыруға болады. Ал мына қауіпсіздік комитетінің, қауіпсіздік кеңесінің озбырлығы тұрған кезде, оның басында 30 жылдық режимнің иесі тұрған кезде, елде ешқандай өзгеріс болуы мүмкін емес. Өзгеріске деген ынта да болмайды. Біздің ынтамызды, жігерімізді осылай қорлайды. Бізді масқаралап, аяғының астына таптағысы келеді. Сондықтан өзгеретін уақыт келді. Маған регламент деп жатыр. Мен бұл өзгерістің барлығы қазір мына сайлаудың жарияланған жағдайда мен ойлап тұрмын. Біз мынандай митингілермен ғана өзгерте аламыз, ағайын. Біз тек қана майдан арқылы, майдан, Киевтік майданды білеміз ғой бәріміз. Осындай митинг арқылы бәрлеріңізді сайлаудың кезінде де, сайлаудан кейінде де алаңға шақырам. Біз алаң арқылы ғана өзгертеміз. Басқа мүмкіндіктің бәрімізден тонап алды. Жоқ бізде. Бізде парламент жоқ. Ештеңеге бізді қатыстырмайды. Сондықтан тек қана алаң арқылы өзгертеміз. Алға.